Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды кешкі ас дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен тартылған етіміздің ішіне осылай ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Одан кейін татымына қарай тұз бен бұршын салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін біздің фаршымыз өз формасын жақсы ұстап тұру үшін дәл осы видеодағыдай жасаймыз. Ашылған картобымызды қатты жұқада емес, қалыңда емес, орташа қалыңдықта турап шығамыз. Мен картопты дәл осындай қалыңдықта турадым. Енді кішкене фаршты алып, шамалы дөңгелетеміз. Дәл осы видеодағыдай картобымыздың үстіне қоямыз. Және де барлығын осылай кесекпен қойып шығасыздар. Суымызға бір ас қасық томат пастасын саламыз. Одан кейін кішкене тұз бен қантымызды салып, жақсылап араластырып, осылай барлығын құйып шығамыз. Табамыздың бетін фольгамен жауып, 190 градуста қызып тұрған пеште шамамен 1 сағаттай пісіріп аламыз. 1 сағаттан кейін табамызды пештен шығарамыз. Одан кейін сырымызды үккіштен өткізіп, осылай барлығын салып шығамыз. Және де қайта 20 минутқа табамызды пешке салып, сырымыз толықтай ерігенше пісіреміз. Міне біздің тағамымыз толықтай пісті. Бетіне қалауыңызша ақ желкен сепсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, видеома лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Әркез жаңа видео шыққан сайын сіздерге хабарлама келіп отырады. Сіздермен болған Аякөз, астарыңыз дәмді болсын.